Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, бүгін бізде жаратылыстану сабағы, ерекше сабақ. Қазір мен сіздердің алдарына мынандай суретті дайындап қойдым. Ал енді осы суретке қарап отырып, сендер балалар көз алдарына елестете отырып, қазір бір-бірімізге тілек айтып көрейікші балалар. Кәнекей. Кім айтады? Мысалы, ал Санжар айтады. Осы көктемнің неталатқанды жарқыраған күн. Күндей жарқырап жүрейік, е? Бірінші тілегіміз келесі. Айтады. Мұхаммед. Көктемде күн тез жылысын. Яғни жүрегіміз жылы болсын, е? Жылылыққа толы болсын. Келесі. Айтады. Өсімдіктер өсе берсін. Жақсы. Келесі. Көктемде жылы болып, қарлар тез ерісін. Жақсы. Келесі. Келесі тағы да. Малика айтады. Көктемдегі орман сияқты әдемі. Енді қазір балалар біз өткен сабағымызды қайталап жіберейік. Сол үшін қазір тапсырмалар берілген сендерге. Сол тапсырмаларға жауап берейік. Ал балалар кім келеді? Келе қойыңдар. Айжан келе қойып бірінші тапсырмаға. Мына жерден өзіңе қалаған сұрағың қандай ой? Жер бетіне жақын жатқан кенді қалай әдіспен өндіреді? Экскаватор арқылы. Бұл өндірісті карьер деп атайды. Бұндайда үлкен техника арқылы қазып шұңқырлар пайда болады. Ондай шұңқырлардан әртүрлі пайдалы қазбалар алып бұл қолданады. Жақсы. Енді мына артын оқып. Қолсарыда не бар екен балалар? Қандай пайдалы қазба бар екен? Қарап жіберіңдер. Қолсарыда бізде не болады екен? Мұнай болады екен, балалар. Мұнай. Жерден алады, мұнай демесі. Енді қолсарымыз дейді. Келесі келе ғой, Айжан келе ғой. Ала ғой. Пайдалы қазбаларды қандай әдіспен өндіреді? Пайдалы қазбаларды ашық және жабық әдіспен өндіреді. Жақсы. Ашық әдіс қалай айтады? Карьерлер деп аталады, ал жабық әдіс шахта деп аталады. Шахта әдіс. Жақсы. Оқи ғой. Жаңа өзенде не бар екен? Жаңа өзенде газ бен мұнай. Газ бен мұнайдың балалар несін аламыз? Белгісін аламыз. Жаңа өзен іздейміз. Картада жаңа өзенге орналастырамыз. Балалар, сендер балалар, сендердің алдарында не бар? Өздерінің саусақтарын бар. Сол саусақтарына үй жұмысы бойынша өздеріңді бағалайсыңдар. Қаншалықты сендер сұрақтарға, қойылған сұрақтарға жауап бере алдыңдар. Соны бірінші бас бармағын бояймыз. Егер орташа жауап берген болсаңдар, сары түспен. Егер толық жауап берсеңдер, онда жасыл түспен бояймыз. Ал егер мүлдем жауап бере алмай қиналсаңдар, онда қызыл түспен бояймыз. Жақсы. Жарайсыңдар. Бағалап болдық па? Барлығымыз үлгердік па? Жақсы балалар. Енді келесі біздің өтетін тақырыбымыз балалар. Пайдалы қазбалар қалай пайда болады? Сол туралы оқып үйренеміз, балалар. Сондықтан сендерге қазір бірінші тапсырма, жұптық тапсырма беріледі. Қазір мұқият боламыз. Жақсы ма? Мен сендерге тапсырма дайындап қойдым. Соны қазір таратамын. Әр жұпқа мен суреттер дайындап қойдым. Осы суреттер тізбегін қарап отырып, арасындағы байланысты орнатыңдар балалар. Қандай байланыс бар екенін анықтаймыз. Жақсы ма? Қазір осы мен берген суреттерді қарап отырып,
Қай жүктілікті бірден бай ол шапалақтан. Сен дайын, қай жүк дайын, солар шапалақ. Жақсы, жарайсыңдар. Ал қайда қойыңдар, мейманның сырын дайын. Шағойындар көрсетуге. Бірінші, теңіз мұхит астынан мұнай алады. Мұнайды адамдар алған соң, оны әртүрлі жанармай құятын жерлерге апарады. Оны көбінесе бензин арқылы одан алады. Оны дағы да әртүрлі пайдалы қазба болғандықтан одан әртүрлі заттар жасауға болады. Жақсы. Жарайсыз. Ал балалар, енді қазір біз шапалақпен бағалап жіберейік. Бір шапалақ келісемін, 2 шапалақ қосарым бар, 3 шапалақ мен мүлдем келіспеймін. Ал барлығыңыз келісеңіз ба? Иә. Жақсы. Жарайсыздар. Келесі жұп келе қойыңдар. Келе қойыңдар. Тыныш. Бірінші орман болады. Сол орманның ағаштарының қалдықтарынан көмір пайда болады. Көмірден кейін оны адамдар от ретінде пайда болады. Үй жылынған үшін көмір көбінесе пайда болады. Көмір ол ормандардан 100 миллион шірігеннен кейін көмір шығады. Көмірден кейін оны қолданады. Барлығымыз келісеміз, жақсы, жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Ал балалар, жаңа бірінші қатар сендер не зерттедіңдер? Көмірдің пайда болуы. Сондықтан мен сендерге бірінші сендер топсыздар. Бірінші топқа мен осы көмірді беремін. Ала қойыңдар. Жинала қойыңдар. Балалар жақындандар. Келесі топ. Сендерге балалар көз. Отыра қойыңдар. Үшінші топ сендер не зерттедіңдер? Сіздер қазір көмірдің ергіштігін, қаттылығын, күйін және түрін, жаңағы иісін зерттейсіңдер. Жақсы ма? Осы неге қағазға түсіресіңдер. Келесі сендер тұздың ергіштігін, күйін, қаттылығын зерттейсіңдер. Және келесі топ сендер мұнайды ергіштігін, күйін және түсін зерттейсіңдер. Бір-бірлеріне нұсқаулыққа қарап отырып орындаймыз. Бірінші суға араластырып жіберіңдер. Фотодағы суға араластырамыз. Яғни зерттеу. Тым көп. Суға салғанда ереді. Суға салғанда ол қатты болады. Қатты болады. Бірақ ұсақ. Күйі сұйық па, қатты ма, әлде газ тәрізді ма? Сұйық. Суға салғанда ереді.
түсіре бересіздер қорғаған. Енді қай топ қорғайды? Алтыншы топ келе қойды. Екінші топ бағалаймыз балалар. Көмірді зерттедік. Оның ергіштігі судың ішінде ерімейді. Бірақ ерімейді. Қаттылығы, егер біз балтамен суға оратын болсақ, ол сынады. Егер өз қолдарымызбен сынбайды. Орташа қаттылығы. Күйе көмірдің қатты болады. Түсі, егер біз суға нетсек, кішкене жылтыратын болады. А негізі қою қара болады. Жақсы, енді балалар екінші топ бағалап жіберейік. Бірінші топтың несін бас бармақ деген балалар. Яғни егер барлығы ұнаса, онда бас бармағымызды көтереміз. Егер орташалы қосатынымыз болса, орташа. Егер мүлде ұнамаса, онда төменге, жақсы ма? Төменге көрсетеміз. Ал бастаймыз. Ал кім айтып жібереді? Неге? Олар аз жаса да өз сөзімен бәрі айтып берді. Бізге түсінікті болды, біз көмір қандай болатынын білдік. Нәтиже Өте қызықты. Жарайсыңдар, отырамындар. Бір топ. Қасы сөйлетіндер, көмірде, мұнайда, тұзда барлық жаңағы осы пайдалы қазбалардың қасиеттері туралы олы айтып шықтыңдар, өз көздерімен көріп, араластырып көрдіңдер сумен, барлық қасиетін өте жақсы айтып шықтыңдар. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, мен сендерге міне мынандай нәрсе алып келдім. Қане, не нәрсе ұқсайды? Қалай ойлайсыңдар? Тауға ұқсайды екен, балалар? Енді балалар, қазір біз осы неге таудың ішіне құйып жіберейін. Сірке суын құйып жіберейін. Қазір көрейік, не болады? Ал балалар, не болды? Қалай ойлайсыңдар? Не байқадыңдар? Лава қырылған заты. Мына вулканның ішіндегі магма не істеді? Сыртқа шығып төгілді. Осындай үдерістер үнемі табиғатта болып тұрады екен. Әсіресе таулы жерлерде. Сол жер сілкінісі болды. Яғни балалар, мына таудың ішінен шыққан магма не істейді? Таудың сыртына ағып кетеді. Не істейді? Осыдан нелер пайда болады екен? Тау жыныстары пайда болады екен. Пайдалы қазбаларымыз біздің осы таудың ішінен шығады екен, сұйық күйінде. Одан кейін барып ол не істейді? Суы қатып қалады екен. Осылардың барлығы қатты тау жыныстары, яғни пайдалы қазбалар осы жерден пайда болады екен. Олар магмалық тау жыныстарына жатады екен. Магмалық пайдалы қазбаларға жатады екен. Және де сендер жаңа айтып өтіп шықтыңдар, біздің көміріміз неден пайда болады? Вулканнан пайда болады екен? Жоқ, ол неден пайда болады екен? Ол шөгінді тау жынысына жатады екен, дұрыс айтасың. Яғни ол неден пайда болады? Ағзалардан пайда болады, тірі ағзалардан, шірген ағаштардан, дұрыс айтасыздар. Бұл жерде шірген ағаштан пайда болады екен. Яғни екі түрін біз не істейміз? Қарастырады екенбіз. Біреу магмалық, яғни қатты тау жыныстары, екіншісі бұл шөгінді тау жыныстары. Ол яғни неден пайда болады екен? Табиғаттағы тірі ағзалардан пайда болады екен. Осында екі түрі қарастырады екенбіз. Ал балалар, біз сендермен топтық жұмыс жасадық. Енді жеке жұмыс жасап көрейік. Енді балалар, қазір сендерге мынандай тапсырма берген Егеш пен Эврика. Алтын туралы балалар. Ойлан дейді, табиғатта алтын қандай күйде кездесуі мүмкін? Сол сұраққа жауап беріп көрейік. Қанеке, бастай қойын. Балалар, уақыт бітті. Енді
жауап береді. Кәне Мүсілім айтады. Табиғатта алтын қатты күйінде кездесуі мүмкін. Жақсы, тағы Әбілмансұр айтады. Алтын ол сырты тасқа ұқсас қатты болады. Жақсы, айтады. Алтыннан сақина, сырға киім-кешек жасайды. Жарайсыздар. Яғни ол тағы қандай күйде болуы мүмкін? Жасамас бұрын? Оны не істейді? Жуады, тазартады және балқытады. Ол қандай болып кетеді балқытқан кезде? Сұйық болады. Яғни ол қандай күйде болады екен? Сұйық болуы да мүмкін және қатты күйде болуы мүмкін. Жақсы, жарайсыздар. Енді балалар саусақтың соңғы бармағын бояйындар өздерінің жауаптарын бойынша. Ал балалар, бүгінгі енді біздің сабағымызды қорытындылай келе, сіздер осы сабақтан не түсіндіңдер? Егер түсінбеген жағдайларың болса, онда мына сандықша қоямыз немізді, стикерімізді. Ал егер сұрақтарың бар болса, онда сарғыш. Ал егер барлығы түсінікті болса, барлық тапсырманы орындаған болсаңдар, онда жасыл сандықшаға не істейміз, ілеміз. Жақсы ма? Ал кәдімге сұрақтарымды жазып, стикерге